28 pışak soqqısı. Orayı tüspesін dedin be, ha? Izağa kenеldin be? Өшпендікке ме? Ол қансырап жатқан. Аяныш үшін жалынған. Бірақ оған пышақ салдың. Тағы да, өйтпеші. Өтінем, жайма қалдыршы. Оны өлтіргеніңді білемін. Неге мойындамайсың? Тілеуін берсін. Өтінем, қойшы. Жай ғана оны мен өлтірдім де. Айтылуы соншама қиын ба? Қойшы енді, жетер. Оны өлтіргеніңді айта сал. Қане айт! Жиырма 28 рет пышақтағансың. Аяушылық деген қайда, а? Залы болдың. Өшіктің. Ол саған жалынды. Қансырап жатты. Бетің бүлкетпей, пышақты тағы да салдың. Өтінем. Қансыратып өлтірдің. Осыны мойында. Өтінем, қойыңызшы. Жай ғана өлтірдім деп. Айту соншалықты қиын ба? Қойыңызшы. Өлтірдім деп айтқаны. Айт деймін. Жиырма 28 рет пышақпен сұғу. Алдын ала дайындалған шығарсың, е? Жек көрушілік болды ма? Ыза? Үсті басы қан. Мейірімділік сұрады. Бірақ сен қайта, және қайта оны сықтың. Білемін мен, өлтірушісің. Шыныңды неге айтпайсың? Айт, мен оны өлтірдім. Бұл не, соншама қиын ба? Өлтірдім деп айт шыныңды. Айт! Ölmek istemiyorum. O zaman konuş benimle. Ben yapamam. ...28 bıçak darbesi. Yaşama şansı kalmasın istedin ha? Öfke mi hissettin? Nefret mi? O kanlar içindeydi. Acıman için yalvarıyordu. Ama sen onu bıçakladın. Ve tekrar. Lütfen. Onu öldürdüğünü biliyorum. Neden itiraf etmiyorsun? Yeter, lütfen. Lütfen dur. Sadece onu ben öldürdüm de. Söylemesi o kadar zor mu? Kes şunu artık, yeter. Onu öldürdüğünü söyle dedim. Söyle çabuk!